Мына тұрған смородина. Енді қазақша айтқанда қарақат. Бұтақтарын кесіп тастадым. Бұтақтарын аямай кесіп тастадым. Бұл енді 10 жыл тұрған қарақат еді. Ешқашан мұны кеспеп едік. Мынау үлкен бұтақтарын енді мінекей биыл кестім жаңағыны. Мынаны тазартып тастадым. Мына смородина солай. Бұл енді тұқымы жақсы смородина. Мынау ескі бұтақтары көп болғандықтан, мына жас бұтақтары аз шыққан екен. Соны енді қалдырдым. Мінекей жас бұтақтарын, ескілерін кесіп тастадым. Келесі жылы жақсы шығуға тиіс. Биыл да жаман болған жоқ. Бұдан алған өнімдер жақсы болды. Әрі және көп болды. Смородина. Мынау да сол тұқым. Бірақ бұл және мынау кішкене баяулап өсті. Баяу өсті. Бұны да кестім. Мінекей бұтақ біреу. Сосын қай жерінде әр жағында ма? Мінекей екі бұтағын, ескі бұтақтарын алып тастадым. Мұнан енді жаңа бұтақтар көрінбейді, жаңадан өскен аз. Бірақ мұның көбін кесіп тастауға болады, әрине. Сондай жағдай. Смородина. Енді бұл бұтақтардан жаңа мынандай бұтақтарын қалдырып суға ыдысқа салып қойдық. Одан тамырланғаннан кейін қайтадан отырғызуға болады жаңа жерге. Ал енді мынау смородина болса, бұл енді бұрынғы ескі тұқым еді. Бұның жидектері шамалы болғанда ұсақ. Сондықтан бұны күзгіні емес, енді қазірде қазып алып тастауға болады. Ревен деген өсімдік. Бұның жапырағынан қапанына пирожка істеуші еді осындай. Дәліш. Өте тәпті, дәмді болады. Биыл оны істеуге уақыт болмады. Бірақ қатты жақсы өскен. Бұның мұндай сабақтарынан Қатон қарағайға барғанда дәл осы сабақтарынан варенье істейді екен. Сол вареньені бізге шайға берген. Шай ішкенбіз осы ревеннің вареньесі деген нәрсемен. Ескі бұтақтарын сабақтары алып тастап жапырағы бар. Бұл жағдан жапырақтар өсіп келе жатыр. Мынау да енді сол смородина, бұл да жақсы тұқым. Мынау дегеніңіз смородина қызыл смородина. Ол да биыл жақсы өнім берді. Содан мына жерден көрінбейді, ана жерден екі бұтақ бар. Осы жақсы тұқымнан отырғызылған смородиналар бар. Олар кішкентай болса да биыл өнім берді. Әсіресе мынау отырған смородина жаста болса өнім берді. Үйдің алдында отырғызылған мынадай смородина бар еді. Бұл да өнімін көп берді, бірақ енді сақтау. Мына смородина солай, смородина. Ендігі мақсатымыз осыларды алып, орнына жаңадан отырғызу бұтақтарды. Ол үшін жаңа айттым ғой, мына жерге смородинаның бұтақтары отырғызылды суға. Олар тамырланды. Енді оларды отырғызуға болады. Жаңа смородинаның бұтақтарын мына жерге тастадым, кесіп. Көп кесілді. Ескі бұтақтары көрініп тұр.
мынадай. Осы жер енді бос. Мына жерде малина таңқура дейді ғой. Малинаның қураған сабақтарын кесіп осында алып тастадым. Оны күздігүні мынау картоптың кепкен сабақтарымен бірге жандырып жіберем ғой. Жағып жіберем. Осы жерде күл. Ол пайдалы тыңайтқыш. Сондай жағдай. Мына малинаның солай қураған сабақтарын кесіп алып едім. Аралары сиреді. Биыл қалың болып өсіп кеткен еді, арасында көп қураған сабақтары бар екен. Содан екі жағында кесіп алып, арасы сиреп қалды. Мына жағда солай. Содан соң мына қоршаудың мынау горизонталына ағаштарын көтерсем бе деймін, былай биігірек қылып. Өйткені бер жағы майысып, мынау малиналар иіліп тұр. Ал мынау дегеніңіз клубника. Бұл өзі екі бөліктен тұрушы еді. Мынау жерде бір тұқымда, келесі екінші тұқым. Бірақ мынау тұқым, мына жерде отырғызылған тұқым одноразовый дейді, одноразовый екен. Оны ескермеппіз. Мынау отырғызылған тұқым. Бұл многоразовый. Гүлдей береді. Және ірі. Мына жерге қарағанда. Сондықтан мына клубнайды қазып алып, тастап, орнына мынау жаңа многоразовый клубнайдан отырғыздым. Осылай отырғыздық. 3 күн болды отырғызғанына. Сол отырғызылған күні Құдайдың құдіреті жаңбыр жауып, клубнайдың адаптациясына жақсы әсер етті. Жаз бойы жаумаған жауын сол күні жауып, жақсы болып қалды. Енді күнде су құйып жүрміз. Амандық болса, енді өсіп кетеді ғой деп ойлаймын. Өйткені осы тамыз, август айы нағыз құлпынай отырғызатын күн, ай. Оны орысша терн дейді. Слива. Терн деп аталады. Өлшемі сливадан кіші. Осындай өнімнен варенье жасауға болады. Пісіруге. Осындай. Биыл енді мынау ағаш демалыс жылы ғой. Сондықтан көп өспеген. Мынандай секатор. Бүркіттің тұмсығындай жақсы кеседі.